Ассалаумағалейкум көрермендер, сіздермен бірге бүгін мен Әділет Қазақ. Бүгін біздер Black Russia проектінде 2B серверінде ойнайтын боламыз. Айта кететіндей, мен ең керемет КРМП проект Black Russia'да ойнайтын боламын. Менімен бірге кіріп, осы 2B серверіне кірсеңіздер болады. Әзірге менде промокод жоқ, жақында шығарамын деген ойдамын. Бұл шамалы дамытылды. Мен осының алдында шахтаға барып жұмыс істеген болатынмын. Соның арқасында ақша алдым, мінекей. Ақша алған болатынмын. Енді бізге квестке кіреміз. Квестке кіріп, получить водительский право дегенді орындауға барамыз енді. Ал сәтті жол болсын. Ойбай. Талдан асылып кете салды ғой. Осы аламызда енді GPS деп жазамыз. GPS деп жазамызда важный местоға кіріп, автошколаны таңдайтын боламыз. Жоқ, менде штраф бар тұғын. Осылайынан кіреміз, банкқа кіреміз, банк Лыткаринаға баратын боламыз. Банк Лыткаринаға барамызда штраф төлеп, штраф төлеген соң права тапсыратын боламыз. Мына жерде ОПГ-лар, Лыткаринская ОПГ, вот-шыға атака жасайын деп отыр, по идее. Лыткаринская ОПГ жатпайды дейсің ғой. Центральный банк. Кремс. Оплата штрафа. Оплата всех штрафов. 1500 рубль штраф бар бізде. Бар екен. Ашамызда отырамыз и жабамыз. Телефон қатып атыр, жота ше. Енді осылайынан кетеміз. Жолды қысқартып, бытшын жарып кете берейік та. Бізге пофиг. Енді болашақта семья ашып, дамып, бизнес алып, сондай заттар істейміз деген ойдамын енді. Вот осылай кіреміз, барамыз. Осылай кіреміз да, любой біреуіне кіреміз. Взаимодействие. Бізге категория А керек. Категория Б. Қателеспейтін. Начать. Бұл мынау. Қазір сіздерге тапсырып болған соң көрсететін болам. Вот, праваңыз успешно тапсырдық. 2000 рублей алдық. Енді статистиканы бір шолып өтейік. Осылай, енді бізге квесттен қарап жүрейік. Квесттен қарап жүрейік. Әдетте ол бізге енді ақша жетпейді. Телефон сатып алуға барайық. Телефон сатып алуға барайық. GPS. Найти ближайший место. Найти ближайший. 24. Ойбай. Соғыс қалдым ғой. Вот, осылай өтеміз. Осы жаққа келеміз. Жетіге келіп тоқтаймыз да. Машина тоқтап кетейік. Томми Беланка деген адамның магазиніне екен, 24 жетісі.
ал бізге телефон алу керек. Мобильный телефон 2500 рубль. Изменить номер дегенді көрейік енді. Изменить номер. Изменить номер 450 рубль екен. Былай жазайық. Осы номер өзімен айт. Занят. Так. 18.09. Бұл да занят. Так. Недегі болады? 36, 86, 96 десек. 36, 86, 96 деген номер алдық. Инвентарға кірейік. Кешірім вот. Телефонға 80 рубль сақ қойдық. 80 рубль саламыз. И келесі квестті көреміз. Квест. Устроить описание. Могу стрелять. Банковские услуги. Банкқа барып, өзімізге банковский счет ашамыз. Банковский счет ашамыз. Банк деп жазасыздар. Открыть новый счет. Путь. Бонус жасайық. Ал бізде 9000 бар. Енді осыған киінуге болады. Статистика бір қарап жүрейік. Енді осыған киініп келік. GPS. Найти ближайший место. Найти ближайший магазин одежды. Скутер аламыз. Жолды қысқартып, бүйтіп өтіріктен жүре берейік. Негіз дұрыстап жүру керек негіз. Бірақ маған уақыт үнемдеу керек та. Тез видеоны аяқтап, монтаждап, видеоны тез шығаруға тырысатын болам. Ой, ё-моё. Мына жерден осылай. Осылай кете берейік. Вот магазин одеждаға келдік. Машина өшірек. Қоттайық. Ал ішіне кіреміз. Осыны сатып алайық. О. Инвентарға кіреміз. Осы киім киіп алайық. Ой. Статистиканы қарайық. 8-ден 5 задание орындалды. Отырайық. Қайтадан құлттайық. Енді квесттарды қарайық. Квест орындалды. Шоппингке жетпейді. Могу стрелять. Медкартаға барайық. Оталдырамыз. GPS. Государственная организация. Мен Лыткаринамдамын. Магазин город. Больница город Лыткаринаға барамыз енді, короче. Ой, штраф алып қалғанбыз. Енді былай бұрылып тез медкарт алу керек. Бұл жерде медкарт беретін адам бар ма екен? Түсеміз. Кіреміз. Ал медкарт алуға барамыз.
дай дейміз. Дай медкарта деп жазайық. 2500 рубльге жіберді. Ал осы жерде күтеміз енді. 10 минут өткен соң көрсететін боламыз. Өткен соң көрсеміз. Вот, двойный билетті алдық. Енді чатты заказ. Ой. Чатты қосайық. Вот, медкарта алдық. Bir XP бар. Енді бізге магазин аксессуарға барып, аксессуар алу керек. GPS. Ой. GPS. Ой. Найти ближайший место. Найти ближайший магазин аксессуар. Келіп. Осылай аламызда. Ал енді кеттік. Магазин аксессуардан бізге любой бір аксессуар алу керек. Прям любой бір аксессуарды аламыз да. И тоқтаймыз. Магазин аксессуарға кіреміз. Бұлайынан кете береміз. Бітті ма не? Вот 10 000 рубль очки бар екен. 10 000 рубль береміз, 10 000 рубль аламыз. Вот бізде енді поздравляю, ваш уровень повышен деп шықты. Ал бүгінгі біздің мақсатымыз екінші уровеньге жету болатын. Енді екінші уровеньге жеттік. Ал сіздермен бірге болған Әділет Қазақ. Келесі кездескенше.